оқушылары. Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отыра, Мұхтар Әуезовтің мына бір дәйек сөзімен өзін-өз тану сабағын бастаймыз. Үлкен алдындағы жас парызы, ата алдындағы бала парызы әдеп пен сый. Мұхтар Әуезов бар ғұмырын ғылым мен білімге, әдебиет пен мәдениетке арнаған адам болған. Қазақ мемлекеттік университетінде сабақ берген. Көп адамдар бұл кісінің дәрісін тыңдау үшін алыстан арнайы келеді екен. Онда мықты ұстаз болғаны ғой. Мен тағы бір нәрсеге таңғалып тұрмын. Ол не нәрсе? Еңлік кебек пьесасы алғаш рет 1917 жылы қойылған болса, сонда бұл спектакльдің қойылып келе жатқанына 100 жылдан аса уақыт болыпты ғой. Қандай өміршең туынды? Әрине, шығарманың өзі Мұхтар Әуезов сияқты ұлы жазушының қаламынан туған ғой. Ал Мұхтар атамыз неше жыл өмір сүрген? Мұхтар Әуезов 1897-1961 жылдар аралығында өмір сүрген. Енді есепте. Сонда 64 жас жасаған екен, иә? Иә, 64 жыл ғұмырында көп жұмыс істеп, артынан мол мұра қалдырған. Ел аузында жүрген өлең жырларды, ертегі хикаяларды жинап, жариялаған. Әлем әдебиетінің үлгілерін қазақ тіліне аударған. Көптеген әңгімелер, пьесалар, романдар, қазақ әдебиетінің тарихынан оқулықтар жазған. Әжесінің қоңыр қозым деп еркелеткені құлағында қалған Мұхтар кейін өзі жазған көптеген мақалаларын Қоңыр деген лақап атпен газет журналда жариялап отырған. Қоңыр. Қоңыр дауыс деп те айтады ғой, иә? Иә, қазақ үшін қоңыр деген сөз жағымды, жанға жайлы деген мағынаны білдіреді. Сонда Мұхтар Әуезов бала кезінен Абай атамыздың өлеңдерін жаттап өскен екен ғой. Иә, бала кезден Мұхтар ақын Абай Құнанбаевтың өлеңдерін жақсы көріп, өмір бойы мұрасын жинап, зерттеген. Ал Абай жолы романын 20 жыл бойы жазған. Қандай еңбек қорада? Еңбек әрқашан еленеді. Халқына сіңірген еңбек үшін 1961 жылдың 10 тамызында Қазақтың мемлекеттік драма театрына Мұхтар Әуезовтың есімі берілген. Балалар, осы дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер? Қазақ халқында үлкен адамдарды сыйлау жас балалардың ол парызы екен, міндеті екен, әдепті, сыйлы болу керек екен. Балалар, сендерге өмірдегі ең ыстық, ең жақын жан кім? Әрине ол ана. Олай болса балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ананың сүйіспеншілігі. Өсиет әңгіме. Бір күні балалары өзара дауласып, әрқайсысы бір-біріне өздерінің дұрыстығын дәлелдеп, аналарына ол кімді бәрінен де артық жақсы көреді деген сұрақты қоя келеді. Анасы үндеместен шырақты алды да оны жағып, міне шырақ, ол мен, оның жалыны менің сүйіспеншілігім деді. Содан кейін ол тағы да бір шырақты алды да оны да өз шырағынан тұтандырып жақты. Бұл менің тұңғышым. Мен оған өз жалынымды, өз сүйіспеншілігімді бердім. Менің бергенімнен менің шырағымның жалыны азайып қалды ма? Менің шырағымның жалыны сол күйінде қалды деп, ол қанша баласы болса, сонша шырақты жақты. Алайда оның шырағының жалыны сол қалпында қала берді. Осы өсиет әңгімеден қандай сүйіспеншілікті байқадыңдар? Мәтінде ананың сүйіспеншілігін неліктен жанған шырақпен салыстырған? Өз ата-анаңның сүйіспеншілігін неге теңер едің? Себебін түсіндіріп бер. Өз отбасыларыңда жақындарыңның мейірі мен сүйіспеншілігін неден, қалай сезінесіңдер? Мақалдың жалғасын тап. Әкеге қарап, анаға қарап. Ананың көңілі балада, ата-ананың қадірін, атаның баласы болма. Анаңа ауыр,
ұядан не көрсең? Әдепті бала ата-анасын мақтатар. Осы мақалдардың жалғасын тауып балалар кері байланыста маған жіберетін болыңдар. Балалар, олай болса, бәріміз экранға назар аударып, Ақмама мәнін қосылып айтайық. Еркелесем күлімдейтін, ұрысқаны білінбейтін, маңдайымнан иіскеп менің, қолдан саған күнім дейтін. Ақ мамам, қолдан саған күнім дейтін. Ақ мамам, қолын саған күнім дейтін. Әлемдегі ақылды адам, бәрінен сол жақын маған. Ол жанымда жүрсе менің, батырлы шабатылданам. Ақ мамам, батырлы шабатылданам. Ақ мамам, батырлы шабатылданам. Жамандықтан сақтандырып, жақсы ісімді мақтан қылып, мәпелеген ақ мамамды жүрсем деймін сақтандырып. Ақ мамам, жүрсем деймін сақтандырып. Ақ мамам, жүрсем деймін сақтандырып. Шығармашылық жұмыс. Бірінші тапсырма. Отбасындағы өз міндеттеріңді жазыңдар. Оны қалай орындап жүргендеріңді әңгімелеп беріңдер. Екінші тапсырма. Отбасы бақытты болу үшін не қажет деп ойлайсыңдар? Төменде берілген сөздер мен сөз тіркестерін өзің үшін ең маңыздыларынан бастап орналастыр. Тиісті сөздер мен сөз тіркестері: көтеріңкі көңіл күй, парызды орындау, сыйлықтар, дәмді тағам, жайлы жағдай, жақсы ниет, жақсы тілек, жақсы көру, сыйлау, құрметтеу, сабырлылық, тыңдау, ақылдасу. Осы тірек сөздерді пайдаланып балалар өз отбастарың жайлы маған әңгіме жіберетін болыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтай келе, өздеріңнің ойларыңдағы, шын жүректеріңдегі ыстық махаббаттарыңды, сезімдеріңді аналарыңа жеткізетін болыңдар.